Mına Katıran aylı yakta kuda nıkına gelgenbiz. Ertengenen turup alıp ayılda iki жағын қарап басып баратам. O tereklerin өскеніне таң қалып отырмын. Айға başının биіктігі 40-50 метр бар ұқсайды. Bu жақта жаңғақ бақтар бар екен. Бұдан чоңайыл екен. Мұрында келдім әлі. Қазір ертеңнен тұрып алып тексере қарап көріп бірдемеден онда су түсіп тұрады екен. Sağ olun. Жақсы тұрасыз. Айыл içine көріп тартып қояйын деп атам бұл. Сен танымадың қаяқтан да басқа? Мен бұл Маликтің құдасы болам. Нарындығынан ба? Немен Мұхтар ағаның қайнатасы ба? О, құда екенсің да. Құда болам. Құдаларың қанша жақсы. Ана бұяқты көріп, ол бақтардың биіктігін көріп алып. Тартып кішіне метіп қояйыншы деп, жеміш бақтар тартып қояйыншы деп. Чоң айыл деп. Мұрын аз еді. О, тоға норшо қарар арча тұрбай. О, анышан. Астық атшаға тек үйлер көрінеді деді. Үйлер өссе. Азыр енді бұяққа шықсаң мұны терек, мұның теректағы аз еді, жаңғақтағы аз еді. Сана оланы. Азыр енді көрінбей қалды үйлер. Мореки лейлек айыл аймағы болады. Мына екі лег-легті үшінтіп символика қатары жолға да қойышып тұр. Анан мектептің алдына да бастан Лейлек району жоса Лейлек айыл аймағы болғаны шуны символика қылышып ардайым белгілүү жерлерге орнатып қойышат екен. Шуны байқадым да. Мына бияқта дағы көрдім ғой, айылда бір жақшынақай гимназия мектеп салып Мұхтар әлі шундан оқып тұр. Ол гүлдердің өскенін қараңызшы. Розалардың биіктігі. Бұшықчылықты жер екен де, міне айдаса бар өсет екен. Мына моғырекіндей розаны өстіре албайыз, қарасаңыз. Декоративный бақтар бар екен мына жерде көп. Тияқтағы түйіндегі розаларды қараңыз, сонына башқача сорт. Гимназияның құрауысында ондай алмалардың түрі өсіп тұрады. Жаңыдан түйіп аттыр. Анан ошо ойынша тұрады. Біз жақта болса мұның барын талқалап көккесінде еметіп кеткен. Бұл теректердің баштарын қарап қалыпсыз. Абдан биік жақсы өстіргенде жап-жасыл терек. Оны әрбір емесінен су түсіп тұрады екен тоғдан келіп. Тоғыны құда бұл, су? Дариядан шыққан. Тиги Қозы бағландан. Қозы дариясынан шыққан. Ошондан шығып анан ушундай айылдын эмесинен канал менен кирип турат экен да. Мына дагы бир Ормон Сапаров атындагы мектеп экен. Азыр балдар каникулда. Мына мектептин көрүнүшүндө алыстан эле карап. Тегерегинин баары гүл моорекиндей бүт. Жақшынақай өмілер өсет екен, стадион екен бұл. Стадион, бақ. Қорауысы, мектептің қорауысын, подсобный хозяйствосын қарап қағылы. Бұл жеміш бақтарының түрі бар екен да, мұндай қылып байлайды екен. Ал мөріп. Мына бұл чоң айыл болғандықтан мектептің әлі чоңдығын қарап қоймыз. Ол мен іштеп жүргенде жасалған ашылар. Сіз ушунда іштеген турбайсыз бе?
Ana ошончу малдардын баарын келтирген турбайсызбы? Mana araçlar bütün vermeye çıkken onu. Тиги үйдөгү эмелерге окшошуп атпайбы розаларга? Булар көп жылдык да, Tensiyega çıkacağım istedim daha ne tensiyega çık. Анда сиз биякты жашылдандырган турбайсызбы? Сиздин фантазия экен да, карабайсызбы? Биздин буда бул. Мына мектептин азыр каникулда экен, эч ким жок, ошон үчүн корпустарын карагыла мына. 3 этаждан 2 этаж. Чоң мектеп экен. Мына бу жерге Куда көргөзүп атат. Маарекинде Катыраң Борбордук мечити ушул долбоор менен салынып атыптыр. Буюрса мына бу жакта салынып аткан өзүнүн көрүнүшү. Бүткөндө ушундай болуп көрүнөт экен. Жерде бир айдын патриот жигиттер салып атат дейт. Биздин куда ошол жерде Асан айтып турчу экен, мурунку мечитти бусуп, азыр ушуну салып берип атат экен, ушуну бүтүрүп берет экен. Жакшы, мына жакшы. Кышкан кирпич менен түбүн болсо аябай сонун куюптур. Буюрса жакшы мечит болот экен бу жерде. Мына бул жер Катыраң айылынын башы, Козу Баглан дарыясынын башы экен. Кудалар менен ушул жерге келип көрүп атабыз. Мындан ылдый бир микрогез курулат экен, мына дамбалары даярдалып калыптыр. Бул абдан башкача жер экен. Тиги тоонун баштарын караңызчы, аябай көп жер экен. Могу жакка жапайы кайың, шилби болгон өсүмдүктөр өсөт экен. Козу Баглан дарыясынын башы көрүнүшү. Мындан арыдагы эки суу кошулуп, анан чоңоюп отуруп, анан Катыраң айылын эки бөлүп агып өтөт экен ылдый карай. Бул көпкөк болгондо суу экен. Бул жер ак суу эс алуу жайы. Кудалар менен ушул жака келдик. Жергиликтүү элдер ушул жерге келип 6-демаш күндөрү эс алган жер экен. Мындан ылдый Козу Баглан дарыясы бар экен. Мына коттедждердин баары 6-демаш күн болуп бүт занято. Мына бүгүн Ошко келдик. Баткен бүттү. Байрам экөөбүз Оштун автовокзалынан люкстан орун алып коюп, сейилдеп кечки прогулкага чыктык. Бул мына каттамдар экен. Сураштырсак Кудай жалга эртең 6-да Ош-Бишкек маршруткасы бар экен, 6-да дейт. Ошого үлгүрөлү деп Моореки үстүнкү 2-этаждан орун алдык. Гостиница бар экен. Жакта ашканасы бар экен. Жакшы ремонт жасап коюптур. Тимдей басалы. Ош өнүгүп атыптыр.